қадірменді комиссия мүшелері, жаңа конституция жобасы бойынша конституциялық комиссияға түрлі ұсыныстар келіп жатыр. Азаматтар, қоғам қайраткерлері, құқықтанушылар мен ұйымдар, комиссия мүшелері жекелеген мәселелерге назар аударуда. Оларды зерделеу аясында жобаға қосымша нормалар енгізілді. Бірінші, Конституциялық комиссияға тұрғын үйге қол сұғылмаушылық кепілдіктерін күшейту туралы ұсыныстар түсті. Бұл мәселе жайлы кешегі үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы да айтты. Отырыста бұл сұрақтарды комиссия мүшелері Артур Ластаев мырза мен Динара Закиева ханым көтерді. Біз бұл тақырып бойынша заңнаманы және халықаралық актілерді мұқият зерделедік. Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының 12-ші бабына сәйкес, ешкімде өз үйінің қол сұғылмаушылығына, өзгелердің озбырлық пен нұқсан келтірілуіне ұшырамауға тиіс. Әр адамның осындай заңсыз араласудан, немесе нұқсан келтірулерден заң арқылы қорғалуға құқығы бар. Қазақстан ратификациялаған азаматтық және саяси құқықтық туралы халықаралық пактіде әрбір адам жеке және отбасылық өміріне өзгелердің өз бетінше заңсыз араласуынан, озбырлық жасап, баспанасының қол сұғылмаушылығынан нұқсан келтірілуінен қорғалуы тиіс делінген. Конституциялық сот өзінің 2024 жылғы 19 сәуірдегі нормативтік қаулысында тұрғын үй адамның және оның отбасы мүшелерінің өмір сүру конституциялық құқығын іске асыру үшін аса маңызды екенін атап өткен болатын. Қорытындылай келе 28-ші баптың 1-ші тармағында сот шешімінсіз тұрғын үйден айыруға ғана емес, сонымен қатар тұрғын үйден шығаруға да жол берілмейтіні туралы толықтыру көзделді. Құрметті әріптестер, Конституция жобасының мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері барынша жетілдірілді. Терминдік және семантикалық бірізділік қамтамасыз етілді. Құқықтық нормалардың тұжырымдары анық және олардың мазмұны баршаға түсінікті етіп жазылды. Бұл жерде заңгерлер мен лингвист мамандарынан құрылған жұмыс топтарының үлкен жұмысын ерекше атап өткім келеді. Комиссиядағы барлық әріптестеріме және жұмыс тобында болған мамандарға құнды ұсыныстары мен сындарлы ортақ қызметіміз үшін алғысымды білдіремін.